Ата заң кім үшін жұмыс істейді? Оның құзыреті тек қарапайым халыққа жүре ме? 15 күн отырған уақытта мен қандай қиналдым. Шымкент тәртіп сақшыларына қатысты былықтардың бітер түрі жоқ. Аға өз отырайын деп тұр ғой. Жоқ енді нахуй мені анат. Қай заңда жазылған братан? Не заң керек саған? Үшінші мегаполистегі қызметін асыра пайдаланатын полицей кім? Отырмайын, тоқтама, сүдір бірінші. Неге полиция қызметкері жазадан оңай құтылып кете береді? До конца бар шолсымен. Енді әділеттік қайықта сол кезде. Адал болуға ант еткен Айымбетовтің артын жауып жүрген кімдер? Заң бәрімізге ортақ, ханға да, қараға да бірдей. Дәл осылай ұрандағанымызбен Шымкент полиция департаментінің басшылары үшін заңда талап та бөлек. Жағдайы жақсы және тұрмысы төмен отбасы балаларының басынан өткен жайт менің сөздерімді қуаттайды. Мәселен, 2022 жылдың 13 қазан күні полковник Данияр Мейірханның өзі Шымкент қаласында мас күйінде көлік жүргізіп ұсталған азамат Ормановқа ешқандай шара қолданбай жібере салған. За рулем пьяный нельзя ездить, ты в центре города пьяный ездишь перед департаментом. Давай, работай. Все, ты выйдешь, иди, все. Интернетке жарияланған видеода мас күйінде ұсталған көлік жүргізушінің кім екені, қандай көлікті тізгіндегені бәрі анық көрсетілген. Видео тіпті қоғамда жаппай қызу талқыға түскен еді. Азамат. Тағы бір таңғалдыратын жері Шымкент қаласы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Ермахан Абдраманов маған берген ресми жауабында мас күйдегі жүргізушінің сол сәтте өзін жайсыз сезінгендіктен ұстау шаралары қолданбағаны айтылған. Президенттің тапсырмаларының жергілікті жерде орындалуын қадағалайтын прокуратура екенін ұмытпауымыз керек. Алайда Шымкент қаласының прокуратурасы болмайтын азаматтық сот істерінде мұрындарын сұғып, сыбайласқан жемқорлық істерде араласпай бұғып отырғанын қала прокуроры Ғабит Мұханов қалай түсіндірер екен? Қызыл BMW автокөлігін тізгіндеген бай баласының іс-әрекетіне қылмыстың құрамы бар екенін және бұл іс-әрекетін жауып жіберуге тырысқан құзырлы шенділерді кім жазалайды? За управление автотранспортными средствами после приема любых видов алкоголя в любых дозах. Это же касается наркотиков и других психотропных веществ. Давайте всех нарушителей дорожного движения, людей, которые осознанно садятся за руль, находясь в алкогольном опьянении или после принятия наркотиков и других психотропных веществ, сажать в тюрьмы. Президент айтты, алайда ол орындалып жатыр ма? Дәл осы жағдайда мемлекет басшысының тапсырмасы тіпті қолданыстағы заңда бай бағландар мен шенеуніктерге емес, тек қара халыққа ғана жұмыс істейтініне тағы бір мәрте куә болып отырмыз. Ал негізі спирттік ішімдік ішіп көлік басқарған жүргізушіге Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабы бойынша хаттама толтырылып, 787 бабы бойынша іс әкімшілік сотқа жолдануы керек. Өз тарапынан прокуратура, антикор мен ішкі істер министрлігіне шағым жазылды. Тек Шымкент қаласының антикор қызметкерлері кері байланыс жасап, заң ханға да қараға да бірдей екенін таныту мақсатында бірлесе жұмыс жасады. Қызыл көлік тізгіндеген жігіттің әкімшілік ісіне шара көрмей қайтарған
Судьяға қызметтік тергеп тексеру жүріп жатыр. Бұл жерде тек қана судья емес, ішіп ұсталған жүргізушіні үйіне жібере салған тәртіп сақшылары да тиісті жазаларын алуы керек. Мас күйде көлік басқарған жүргізуші толқып тұрғанын айтқанда, неге сол сәтте жедел жәрдем шақыртылмаған? Неге ауруханаға жеткізіліп, тексеріліп тиісті құжаттар рәсімделмеген? Бұл сұрақтарыма полиция департаментінен де, прокуратурадан да жауап ала алмадым. Ал енді дәл осыған ұқсас жағдайға қарапайым азамат тап болғанда оқиға қалай өрбігенін көріңіздер. Көлік тізгіндеген жас жігітті полиция қызметкері тоқтатып, оған күш қолданған. Тіпті оны бағынбады деп электрошокермен соққыға жыққан. Полиция қызметкерінің мұндай іс-әрекеттеріне қандай баға беруге болады? Әділдік іздеп жатқаным менің ұлым 20 жасар, Әмірхан Ернұр. Осы ақпан айының 14 күні ішті деген күдікпен тоқтатылады. Бәйтерек бойында метроның алдында тоқтатты бізді. Машина номерін айтып, оң жаққа алыңыз деді, шетке алып тоқтадық. Сразу кеп, өзін таныстырған жоқ, причинасын айтқан жоқ, не үшін тоқтатқан, іштің ба деп сұрады. Сол кезде айтам, осылай, бірде жетін орындаңыз бірінші, не үшін тоқтаттыңыз? Не отыр, рейдтік шарама, не ол? Иә. Енді қағаз ОПГ-ның қағазын көрсетесіздер ма? Не қағаз? Жоқ, кәдімгі ОПГ болса қағаз көрсетілу керек пе сіздерде? Сізді, анау бейне бақылаумен. Бейне Тоқтап бақылаумен. тұрыңыз, братан, сіз бірінші бірде жетін орындасаңыздар сіздер. Енді видеоны үш. Ой, қол саберсің. Жоқ, натури ғой бұл. До конца бар шолсымен. Болды, братан, Ма- бірінші бірде жетін Ма- орындасаңызшы. Мәсәміш? Болды, міне. Кеңес Байділхан Заматұлы. Болды ма? Болды. Түрім ұқсас па? Бұл жерде менің ұлымның енді кінәсіз, кінәлі демеймін, енді барлығына заң бірдей деп ойлаймын. Тоқтатылып бұл жерде полиция қызметкерлерінің дөрекілік танытқаны. Сол кезде айтады, бірде жетін қазір саған көрсетем дейді да, жаңа кеңесіп Әділ деген жігіт, полиция қызметкері қылқындырып, артқа қарай сүйреп тартады. Барлығы осы нәрседен басталады. Мен саған жібердім, братан. Не істеп жатсың? Машинаға отырасың да, тізбен бірге бағасың. Жібердім, братан, мен саған. Жібермеймін. Машинаға қинап салмақшы да, мен өзім отырам. Тоқтап тұр, сен бірінші түсіндір, дәлелдеп бер, қолын береді, былай қолыма үрле деп. Өрлеймін, сен ішіп алғансың деді. Бірақ менде ондай не жоқ. Только 1,5 стакан алкогольный коктейль, оның еще ішінде спирт, құрамында спирт бар екен, білген жоқпын. Кейіннен білдік оны. И өз-өзімді басқара алатын сондай состояниеде болдым мен. Оны түсіндіріп айттық, осылай. Сонымен сол мезетте екінші патрульный машина келеді. Одан қаса экипаж ішінен формасыз Айымбетов Азамат рота командирінің шығып, ұлыма күш қолданғаны, жаңа боғауыз сөз айтып, шашынан жұлып, электрошок қолданып. Сөйтіп, жан жақтан тартып, сүйреп, солай машинаға салып атады. Тоқта деп айтылады. Дұрыс істеп жатырмын деп ойлайсыз ба? Дұрыс е. Қалай дұрыс? Дұрыс, кәдімгідей дұрыс. Қай заңда жазылған, братан? Не заң керек саған ішіп алып айдауға? Не заң керек? Қандай ішіп алып? Сен бірінші видео фиксация. Братан, жібердім мен саған. Жүш наркология. Жібердім мен саған. Жібердім мен саған. Братан, мен саған жібердім. Братан, жібердім мен саған. Ақыры сен ішпегенсің ғой. Братан, жібердім мен саған. Отырасың, братан, жібердім. Ернұр ма? Не, жүгір, қаршы. Басында бізде патрульдік қызметкерлер тоқтатқан кезінде Айымбетов Азамат машинадан түспеген болатын. И жағдай ушығып кеткеннен кейін ол машинадан түсті. Не болды деп айқайлады. Не болып жатыр мына жерде деді. Сол кезде түседі Азамат. Без формы Айымбетов машинадан артынан түсіп. И сөйтеді да біз машинаның қасында тұрмыз ғой. Сол кезде уже арақтың иісі сезілді. Спирттің иісі кәдімгідей бірден сезілді.
сразу шыққан бетте шаштан тартады да. Жоқ, өсірмен отырады ма? Қойыңыздаршы, пожалуйста. Аға өзі отырайын деп тұр ғой. Мен саған заң атымен айтамын, отыр. Жоқ, мен отырмайын, тоқтаңдар, жүгір бірінші. Ернұр айтты, тоқтатыңдар деді. Ернұрдың шашынан ұстап, кіргізіп, оны машинадан, жаңағы машинаның жерге жатқызып, бір аяғынан төмен қарай жерде жатты, аяғының жерінен жоғары қарай машинаның ішінде жатты да, одан кейін олар есікпен қысып жатыр. Сөйтіп машина айырып сүйреп салады. Сол кезде айтылады, шокерді әкел. Жаңа молодойларына ескертеді, шокерді әкел, шокерді әкел. Сонымен шокермен ұрады бірінші. Сөйтіп бір есімдегі кезі сол моментте бір көзімді ашқанда талып қалғанмын ғой енді. Басым поликте жатыр, аяғым сыртта жатыр да. Ол кезде қалай есіне болдым, аяғым сыртта қалып кеткен есіктің арасында. Есікті итеріп жабады. Қатты ше. Сол моментте есім жинаймын. Тұрады, ары қарай тағы сүйреп салып жатыр да уже. Сол моментте арттан келіп, оң жақ бел жақтан тағы шокермен ұрады. Басқа азамат өзі береді да, екіншісін сол кезде ұрады. Машинаға отырғызады. Болды, өзім отырамын, жаңа 102 шақырып, осылай айтылады, ол әңгіменің бәрін 102-ні шақырып, одан кейін машинаға отырамын. Машинаға отырған кезде де ескертемін. Осылай, мен отырамын деп айттым. Қинамағанда, былай айтқанда да түсіндіріп, ситуацияны алып, машинаға отырады мен. Мен өзіме отырмын, бағзан жіберсің бірінші. Жібердің мен саған. Жібердің мен саған. Отыр деймін. Жібердің мен саған. Қолыңды ал деймін. Қолыңды ал. Солай басталды, машинаға отырғызды. Отырдық, сөйлестік. Кейін бір жерге кіріп шықтық. Экспертиза деді ма? Кейіннен білдік қой, ондай екен. Мен білген жоқпын бірінші. Апарды. Қол қойып бер деді бір жерге. Апар кіріп қол қойып бердім. Сөйтсем, жаңа экспертиза жаңа қаралды, дене жарақаттары жоқ. Сол нәрсеге қол қойып алғанда. Мамаңда машина дейді ма сен, Елдос? Осыны дейді ма? Өзінде бар ма машина? Одан наркологияға мен баламды апарғанда, жаңа қабылдап жатқан кісі жаңа айтып отыр, Айымбетовтың өзі масаң түрде келді деп. Действительно гнида, бірақ ішкен сол кезде гражданскиймен жүрген электрошок қолында бізге де келді ғой сөйтіп. Ана бір очканы жұлқып алып келгені бар, короче. Білген жоқпыз, сосын спецприемник бар да. Мен бұған дейін бұндай нәрсе болмаған, мен де білген жоқпын бұндай жер екенін. 10 минут отырдым, 15 минут отырдым, жоқ. Сөйтсем спецприемникке уж қағаз толтырып өткізіп кеткен екен. Кейіннен мен сол жердегі сотрудниктерден естідім, Ержан деген жігіт еді, по-моему, аты. Сол жігіт ескертті, бұл жерге кірген соң қайтып шыға алмайсың. Осындай қалдық сол жерде. Ол кезде ақша не туралы вообще ойда болған жоқ. Бар жоқ, қарайтындай жағдай болған жоқ қой енді. Жан жақтан давка болып жатқан соң. Сөйтіп ақшаны телефонда бәрін өткізеді дегесін ішке кірген соң. 200 мыңнан асып па бір қалтасында ақша болған. Ол ақшасын алып қойған. Сонымен сол жерде қалтамнан шығарам. Бірақ мен есімде 300 мың теңге наличка ақша бар еді менде. Негізі 600 мың тұғын 300 мың беріліп қойған еді, 300 мың қалған еді. 40 мың теңге шотқа ақша бердім мен. 260 мың теңге болу керек. 70 мың теңге ғана тұр қалтамда. 70 мың ғана тұр. Негізі 260 мың болу керек. 190 мың теңге ақша жоқ. Бұл 70 мың теңге оң жақ қалтаға салынған. Себебі бер жіберім керек еді ол ақшаны. 190 мың теңге бөлек қалтамда тұрған. Сол ақшаның жоқтығын білем. Үйдегілерге де хабар бергізбеді, телефонмен сөйлестірмеді, ештеңе айтқызған жоқ. Біз оны видеодан көрдік. Біз тура ол жерде алынған байқамадық. Бірақ кейіннен уже түсірілген видеоға қарасақ, қалтасынан ақша алынған. Приемникке барған кезде қалтасынан тек қана 70 мың теңгені ғана тапсырған. Қалғаны жоқ. Әркімнің өз ақиқаты бар. Дегенмен заң баршаға ортақ емес пе? Жол ережесін бұзған жігіт өз әрекетіне заң алдында жауап беріп, тиісті жазасын алды.
А сол кезде заң бәрімізге бірдей емес па? Біз Қазақстанның азаматы емес па? Ол да или басқа жақтан келді ма? Или ол полиция қызметкері болғаннан кейін оған барлық нәрсе бола бере ма? Или оның көкесі, жәкесі көп па? Мен ешкімім жоқ, менде ақшам жоқ. Мен только жаңағы өзімнің арбамды өзім сүйреп жүрмін, 6 баламды сүйреп келіп жатырмын. Менға бола береді да, оның жаңағы көке жәкесі бар, заң орында барлығы бар, арқасынан сүйеп тұрғандар бар, барлық нәрсе бола бере ме? Мен соны түсіне алмаймын. Мен Еңнұрдың іс-әрекетін ақтап отырғаным жоқ. Спирттік ішімдік ішкен бай баласына іші ауырғаны үшін үйіне жібере салып, ал Еңнұрды өз құқығын талап еткені үшін ұрып соққаны үлкен қылмыс. Мүмкін олардың сұраған 1 миллион теңгесін бергенде ол да жазадан оңай құтылар ма еді. Сол кезде қасымда достарым бар, достарын тоқтатып, ажыратып, осылай сөйлеседі. И мәмілеге келе алмадық. Өздерінің ақшасын айтты, сумасы бізге тура келген жоқ. Миллион сұраған ең бірінші. Сөйтіп бізге ауырлау болды ол. Видео түсіріп алғам ғой ең біріншісі. Сөйтіп былай танысып, жаңа Әділмен сөйлесеміз, кеңестік дегенмен. Жайлаудың баласымын деді. Сөйтіп общий знакомыларды айтып, солай келістік екенбіз. 120 000 теңге. Сен ақша жинап лотоға кіретін кезде хабарласта, бізге беріп кетесің, сол кезде ақшаң жоқ болып тұр. Беретін болдық. 120 000 теңге беріп, видеоны өшіресің деді. Келістік, қағаз қол қойып бересің протоколға. Болды, хорошо. Қол қойып бердім, видеоны өшірдім. Сонымен болды, қазір келеміз деді. И шығып кетті. Мен туралы әлеуметтік желіде салып жатқан видеолары жалған ақпарат. Бұл жерде бағынбау деген зат жоқ. Мен өз құқығымды ғана талап етіп, заңды болғанын қаладым. Құқық бұзушылық мен жақтан емес, жаңағыдай бағынбау. Ол полиция қызметкерлері жағынан құқық бұзушылық, заңсыздық сол жақта. Бірде жетін орындап, өздерін таныстырып, причинаны айтып, осылай болды. Доказательствоны қойып беріп, жүр дегенде мен машинаға ештеңе демей отыратын едім. Ол жерде только өз-өзімді қорғау, құқығымды қорғау ғана болды. Жолдан любой адам тоқтата алмайсыз ғой, дұрыс па? Бірде жетін орындаңыз, бірінші видео фиксация не үшін тоқтатып аламын? Причина астына айтып отырмын ғой, тоқтатып аламын. Қалай тоқтатып Кәдімгідей. Қай заңда жазылған? Кәдімгідей. Ал жақсы дейік, ол қарсыласты дейік. Қарсыласқан күннің өзінде бұл өзінің айыбын жауып 15 күн жатып шықты, дұрыс па? Енді мен Азамат Айымбеков пен жаңағы Әділ деген кісінің айыпталуын, өз жазасын алуларын сұраймын. Әсел Нарқұлова ұлын қоғамға қылмыскер ретінде таныстырып, қызметін асыра пайдаланған сақшылардың жазасыз қалғанын қаламайды. Ол 5 айдан бері құқық қорғау органдарынан өз сұрақтарына нақты жауап ала алмай келеді. Дәлбековтің қабылдауында болдым. Сөйтіп Дәлбековке мен барлық жағдайды айтып отырмын. Осылай. Полиция қызметкерлері өзінің басшысына бағыну керек қой. Мен ештеңеден қорықпаймын. Менің арқамда Дәлбеков тұрғанда мен ешкім жұмыстан алып тастай алмайды деп айтып жүр екен. Сіз ақиқаты солай ма? Сіз сол кезде осындай қылмыскерлердің арқасын жауасыз ба деп. Кім айтты оны сізге деді. Біздің енді оңтүстік Шымкент аядай қала бір-бірін таниды. Мысалы, ол сөз, ол Айымбетов Азамат айтпаса, ол сөз біреудің құлағына келіп жетпейді ғой. Енді ешкімнің алдынан ешкім шығып келген жоқ. Оның екеуінің мысалы қарым-қатынасын бар екенін білмейді, өзі айтпаса, дұрыс па? Енді жетонда осылай жаңағы 14-15 минут өшкені бар, электрошок қолданғаны бар. Но кімдіге? Жоқ енді нахуй мен аймыр. Ол кімдігі? Ана бағана 8-7. Енді мен оны ішкен-ішпеген, экспертизаны өтіспеген кен дәлелдей алмаймын ғой. Мен айтып отырмын, формасыз өзі масаң түрде жатыр. Неге жатыр экипаждың ішіне? Просто мен басқа нәрсе мақыл, мен баламды ақтап атқан жоқпын, басқа қағып атқан жоқпын. Дұрыс ішті ма? Қой, маленький пробел шықсын, ол өзін жазасын алды. 15 тәулігін отырды, 7 жылға правасын речитетті, болды. Қалтасында ақшасын алды. Тіпті еліміздің бас полицейі және прокуратурада тәртіп сақшылардың заңсыз әрекетіне дұрыс баға бермей отырғаны көп балалы ананы қынжылтады. Мен өзім көп балалы анамын. 6 баланы өзім асырап отырмын. Ең үлкенім осы. Менің қамқоршым да, арқа сүйер азаматым да, бірақ 15 күн отырған уақытта мен қандай қиналдым. Оны ешкім түсінген жоқ. Енді мен айтып отырмын, Дәлбектің алдында барлық нәрсені, барлық жағдайды. Как будто ешкім жерсе болмағандай.
Қарапайым халыққа жүрген заң, оның орындалуын қадағалайтын билік өкілдеріне жүрмей ме деп ашынған ана әділдік іздейді. Мақұл, оны тапсырдым, енді ары қарай әділдік болатын шығар деп. Одан министр келді, Ахметжанов. Саламатсыздар ма? Құрметті министр мырза, менің өз арызым бойынша сіздің алдыңызға келіп тұрмын. Менің ұлым Шымкент қаласының полицияларының құрбанына айналып отыр. Бұл жағдай ақпан айында орын алды. Мен Дәлбек мырзаның алдына кірдім, ОСБ-ға арыздандым. Енді ол менің ұлымды ішті деген күдікпен ұстады. Ұстағанда мен ұлымды ақтап жатқан жоқпын. Ең төмен промилльді көрсеткен, бірақ бұл жерде полиция қызметкерлерінің күш қолданғаны және ешқандай заңға тура нәрсе істемегені, дөрекілік танытқаны, электрошок қолданғаны, қалтасынан ақша алғаны, менің ұлым қорланғаны айдан анық. Менің қолымда флешкада бүткіл видеосы тұр. Және Дәлбекке, сізге, Асылбек мырзаға жазған бүткіл арызым тұр. Бірақ жазбаша түрде маған Дәлбек мырза ешқандай Жақсы, біздің ішкі қауіпсіздік департаментімен құрметті... Сіздің жеке қабылдауыңызда... Қазір қабылдаймыз. Мына жерде 10 шақты департамент басшылары, комитет төрағалары келіп отыр, орынбасарым келіп отыр. Мен ешкімге көмек аламадым, барлығының алдына кірдім. Қабылдаймыз, жақсы. Ешқандай... Болды деді, өз жазасын алады деді. Как обычно, Дәлбек таптай болып отыр. Сонымен шығып кеттім. Ешқандай жауап жоқ, ешқандай не жоқ. Сөйтіп ойладым, енді министрдің алдына кірдім. Бұл полиция қызметкерлері өзінің жазасын алады деп ойладым, болды. Енді оған мен мысалы кіру де оңай болған жоқ. Сөйтіп барлығының алдынан көмек сұрап шықтым. Ахметжановқа кірдім, Дәлбековке кірдім, прокуратураға кірдім. Ержан Мараттың алдына кірдім мен, іс қысқарған жоқ деді, мен әлі қолыма алған жоқпын деді. Мұханов Ғабиттің алдына вторник сағат 10-ға жазылған күні Ахим обширный инфаркт алды да, содан кіре алмай қалды мен ол күні. Ол кісінің жауабын алған жоқпын. Енді мен только 3 сұрақ, Ахметжановтың алдына барғанда, Дәлбековтің алдына барғанда, Ержан Марат болсын, Мұханов Ғабит болсын, Саданов болсын, барлығына қойып атқан сұрағым, не үшін жетон өшеді? Не үшін электрошок қолданады? Неге шашын жұлып бұғау созайды мен баламды ұрады? Қалтасындағы ақша жұлғанады. Сол кезде басшы құрамы болмайтын элементарный сұраққа жауап бере алмай ма? Қылмыстық іс жоқ. Қысқартыңдар деді, қысқартып тастады. Баста мысалы қылмыстық іс қозғалып, өзінің іс дәлелін тауып атса, жұмыстан шеттетіледі деді. Жұмыстан шеттетілген жоқ. Қылмыс істік қозғады, 368-4 шәсімен қойды. Күдікті деп таныды. Ақырында келгенде ол күдікті де емес, қылмыстық іс те жоқ. Деланы қысқартып тастады, болды. Қаулыны алды да қолыма берді. Енді әділеттік қайықта сол кезде. Менің балама заң жүреді, ешқайсына наказание жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы қызметіне кіріскелі, елді тазалыққа, тәрбиеге, тәртіпке шақырып келеді. Қаңтар оқиғасынан кейін де елімізде біраз тәртіп сақшылары азаматтарға күш көрсетіп, қызметтерін асыра пайдаланған үшін темір торға қамалды. Бұл шымкенттік жол патрульдік полиция қызметкерлеріне сабақ болмаған тәрізді. Ол шынымен формада болып, тұрып, сол машинаның ішінен шығып, мен балама солай күш қолданса, мен даже оны арыз жазбастай едім. Не үшін? Өйткені ол қызметте. Өз енді әлеуметтік желіде бір емес 3 адвокат жалдап барлығын өз социальный сеттің бәріне шығарып болды. Я честно офицер полиции, командир роты департамента полиции города Шымкент. Сол жерде енді менің қызметкерлерім менің ұлым тоқтатқаннан кейін, бағынбағаннан кейін мен келдім деп айтқан. Сол кезде ол көрінбей келіп машинаға отырама, айдан анық тұр. Өзінің даже желіге салған, төбедегі камерадан алып келіп салған видеосында машинаның ішінен түсіп шыққан тұр. Полиция қызметкерлері енді арпалысып жатыр ғой, енді бұны ар жағы сүйрет, бер жағы сүйрет, арқасынан бүйтіп, қалтасына қол тыққан жері бар. Сөз жерге дейін отмечать етіп, қойып сұрадым, не үшін? Ол бір фрагментке ешкім көңіл бөліп отқан жоқ. Не министр, не генерал, не прокуратура. Барлығынан сол сұрақты сұрадым. Не үшін жетоны өшет, не үшін күш қолданады,
не үшін электрошок қолданады, не үшін ол полиция қызметкері формасы жүр деп. Тәртіп сақшысы жол ережесін бұзғандардың бәрін төбелей жөнелуі керек пе? Полиция қызметкерлері өздері заңды белшесінен басып, басынғандық тыйылмай тұрса, біз қалай әділетті қоғам құра аламыз? Сол кезде менің балама заң бар, полиция қызметкеріне заң жоқ па? Біз сол кезде заң қызметкерлеріне қорқып өмір сүруіміз керек па? Ал енді ол істің бәрі бітті, арызданып бітті. Енді менің машинама, міне полиция қызметкерлеріне тыныштық жоқ. Бір күні тоқтатады, терезеңізден темекі лақтырдыңыз деп. Мен темекі шекпеймін. Екінші күні тоқтатады, Россиядан именно 55 камералар жаңағы вин-кодсыз не қылып жатыр, вин-кодыңызды тексереміз. Үшінші күні тоқтатады, фараңыз алдыңыздағы адамға мешать етеді. Бұл заводской ма, заводской емес па? Одан тоқтатады, сплошной полосаның жанын басып кеттіңіз. Штрафстоянкаға тығамыз, қазір праваңызды лечить етеміз. Кейде қысып тоқтатады, и тоқтап жаңа аваринкін жағып тұрам, болды, кете беріңіз дейді. Сол кезде мен оларға мазақпын ба? Без причин, без еш нәрсесі тоқтатып алады. Тоқтап тұрмын, ешқандай заң бұзушылық жоқ. Түспей күтіп отырмын. Жанымнан тұрады да алады да өтіп кете береді. Болды, кете беріңіз дейді. Сол кезде тек тоқтату ма мәселе? Енді сол кезде бұл қудалау емес не? Қазір машинамды мысалы мен бейжай жерге тастап кете алмаймын. Балдарымды қалай болса солай жібере алмаймын. Қорқам. Әсел Нарқұлова секілді әділдікке жете алмай жүргендер қаншама? Бұл президентіміз қатаң тапсырған жұртқа жақын полиция тұжырымдамасына қарама қайшылық, халық пен билік арасын алшақтатудың айқын дәлелі. Кім кепіл бір нәрсе істемеске? Мен сол кезде не істедім оларға? Мен заң жүзінде менің балама істеген әлімжеттікті айтып, ақиқатты айтқаныма мен кінәлім ба? Мен бәле жауып отқан жоқпын. Мен олардың үстінен қара жауып отқан жоқпын. Мен ақиқатты айтып бер. Заң жүзінде бәрі бірдей. Заң жүзінде оларда өзінің жазасын алсын деп отырмын, болды. Сондықтан министр Ахметжановтың араласуымен шешілмеген мәселе енді бас прокуратура назарына ұсынылмақ. Себебі мемлекеттің басты қазынасы адам, ал адам құқығы тағдыры тапталмауы тиіс.